Адам өзінің ерік-жігеріне қарай ұлы немесе ұсақ болады. Ештеңе де өзінен өзі ерік-жігерсіз, құрбандық пен еңбексіз істелмейді. Адам еркі тек қана берік адамның еркі ғаламат күш. Ақыл еріктің жолын жарықтандырады, ал ерік іс-әрекеттерге әмірін жүргізеді. Ерік іске айналған ой емегенде немене? Өзімізден өзіміз ақталу үшін көбінесе мақсатқа жетуге шамамыз жетпейді деп өзімізді сендіріп жатамыз. Ал шынында ғой, біз әлсіз емес, ерік жігерсізбіз. Ең ұлы жеңіс өзіңді өзің жеңу. Ең алдымен өзіңді өзің үйрет, сонда сен басқалардан бірдеңе үйренесің. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсен, мықты болсан өзіңнің нәпсіңді жен. Өзіңді өзің жеңу сәттіліктің үлесі жоқ, бірден бір салтанатты мереке. Бәрінен күшті адам өзіне өзі ие адам. Принципсіз әрі ерік жігерсіз адам рөлі мен компасы жоқ кемеге ұқсас, ал жел қалай соқса, солай өзінің бағытын өзгертіп отырады. Берекесізді бақытта жарылқай қоймайды. Үлкен ерік әлденені қалап, соған қол жеткізе білушілік қана емес, сонымен қатар керегі жоқ кезінде әлденеден өзін бас тартқыза білуде. Ерік дегеніміз жай ғана тілек емес, оның үстіне сол тілекті қанағаттандыруда, ал мұның өзі әрі тілеу, әрі тоқтау, әрі тілеу, әрі бас тарту. Басқаларға көп нәрсені кешір, өзіне ештеңені кешірме. Беріктік ақыл парасат пен еріктің одағына сүйенген күш. Қасарыспалық күш пейіндегі осалдық. Бұл ерік пен ақыл парасат одағындағы тепе-теңдіктің бұзылуынан болады.